Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Студиямыздың қонағы Анар Мұратқызы, тіл маманы. Анар ханым, енді сөз құдіреті туралы айтатын болсақ. Сөз құдіреті деген өзі аты сондай пафосты, көтеріңкі стильде берілген. Дегенмен де ең құдіретті дүние сөз екенін білген абзал. Мына тіл үйренушілерге біздің енді бағдарламамыздың тыңдармандар тіл үйренушілер ғой, сол кісілерді бір осы ісінде жігерлендіру үшін айтатынымыз, сіздер бір құдіретті дүниені үйреніп жатырсыздар. Неше тіл білсең, сен сонша рет адамсың дейді. Ал енді кез келген тілдің сөзі дұрыс пайдаланса, ол құдіретті. Жалпы мына тіл танушылар арасында мынандай бір өздерінің арасында әбден танымал болып кеткен афоризм бар. Бұл сөздің құдіреті бұл атомдық физиканың соңғы жаңалығы сияқты. Құдіреті соншалық. Мысалы, сіз атом энергиясы сияқты сөз құдіретті дейді. Егер сіз атом энергиясын игіске пайдалансаңыз, сіздің игілігіңіз бәлен миллиондаған есе арта түседі, Сөз тас жармаса, бас жарады дейді ғой. Бұл енді келесі мазмұнда, егер мысалы сіз атом энергиясын теріс пиғылда пайдалансаңыз, онда оның келтірген кесірі мен кесапатынан осы жақын аралықта арыла алмайсыз. Сондықтан да сөзді егер дұрыс пайдаланса, ол адамды өсіреді, адамды дітіне жеткізеді, мақсатына жеткізеді. Сөз арқылы басқа адамдарды ұйымдастырып, ол өзінің арманына да жете алады, өз арманына да жете алады, өзгенің де арманын орындай алады. Сөз арқылы ол біреуді жердете алады, жауларын да таба алады, достарын да таба алады. Енді оны қазақтың баласына да, басқа ұлттың өкілінің баласына да айтып түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Дегенмен қазақтың сөзінің құдіреті сонда, қай замандағы осы сөздің құдіретін пайдаланған, сөз өнерімен жұртқа танымал болған адамдардың осы сөз туралы идеясын қарасаңыз, бәрі гуманистік. Сондықтан мынау сөзге ерекше мән берген халық деп айтатынымыз осыдан қазақтың. Сөз арқылы тек қана игілікті істерді жасап отырған. Сөз майданындағы сөз майталмандарымыз, сөз шеберлеріміз, оларға кімдер жатады десек, енді ақын жазушыларымыз, бұрынғы көне дәуірдегі жырауларымыз, би шешендеріміз, осы сөзбен ел басқарған мынау қазіргі кездегі қоғам қайраткерлеріміз, саясаткерлеріміз, бұрынғы замандағы хандарымыз, сұлтан төрелеріміз, ол кісілердің барлығы сөзді қолданғанда тек игілікте қолдану керек екенін айтып кеткен, тек игілікті іске. Сондықтан тіл үйренушілерге айтамыз, қазақ тіліндегі сөзді қолданудың бірінші шарты сөзді игілікті іске қолдану керек. Содан болса керек, қазақтың өзі мәдениеті гуманистік болғаннан кейін де шығар. Бізде мысалы қазақтан қалың қалай десе жаман деп жауап бермейді. Бірақ өзге ұлт өкілдерінде көп кездесіп қалам, қалың қалай десе, мысалы енді орыс тілінде сұрап жатса, ой, плохо деп айта салады. Сондай кезде мысалы қазақ тілдің адамдар біртүрлі болып қалады, қалайша жаман деп. Біздің қазақтың мәдениетінде қалың қанша мүшкіл нашар болып тұрса да, енді дым құрып бара жатқан кезде сол өзіңнің халіңнің мүшкілдігінен хабар бергің кеп бара жатса, жаман емес деп айтасың. Емес дегенді апарып қосып қоясың, бірақ жаман деген сөздің айтқанының өзі сені тыңдап тұрған адамға, мына кісінің халы әдеттегіден нашарлаған екен-ау деген сигнал береді. Сигнал белгі береді. Әйтпесе кез келген қазақтан жақсысы болсын, жайсаңы болсын, нашары болсын, қайсысынан сұрасаң да қалым шүкіршілік. Бір Құдай деп жүріп жатырмыз, ілдалдалап жүріп жатырмыз, баршылық, аманшылық деп жауап береді. Міне осы бір ғана сөзден-ақ осындай қазақтың сөз саптауында тек позитивті сөздерді айтуға тырысушылық байқалады. Сонан кейін мысалы білмеймін, жасай алмаймын, дұрыс емес деген сияқты категориалды түрдегі жауаптардан мынау ауызша сөзде, қазақ мәдениетінде қашқан абзал. Мысалы білмеймін емес, біліңкіремей тұр едім, білмей тұрған сияқтымын деп, енді азар болмағанда солай жауап береді. Дұрыс емес демейді, дұрыс пекен, дұрыс болар мекен, дұрыс емес дегенді айтқыңыз келсе, дұрыс емес шығар-ау, осы дұрысырақ емес деген сияқты қылдырып, әйтеуір жұмсартып, мынау оң
оң жаққа қарай бұрып теріс мағынаны беріп отырады ғой. Мысалы, мынау сабақты білмейді, мынау оқушы демейді, біліңкіремей тұр дейді. Немесе мынау аз демейді, мынау бір аздау деген сияқты сондай реңктермен айтады. Категориялық ұғымның, яғни теріс мағынадағы ұғымдарды неғұрлым оңға қарай жақындап беру, міне осы да бір қазақтың сөзінің ерекшелігі. Жақсы, Анар ханым, жақсы түсіндіріп бердіңіз. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.